Арнайы АБК студиясын дыбысталды. Аударған Сәби, дыбыстаған Эрик және Эмма. Пак Хэ Джин, Йо Мин Сон, Хон Серон, Пэйн Ху, Пак Сөлги, МС Диңдон, Жарқыраған Оралу, веб-драма. Бүгін Жинхо сыраханада, бірінші бөлім. Бір көтерісте ішетін болсаң, екеуміз жүретін болам. Алло, тапсырысың келді ме? Я, бара жатырмын. Армандапсың. Онда тек жарсын ғана. Тұрш, өтініш. Мен қазір басқа жарсын ішем. Онда жай ғана бір тұрш. Қане, тамақ жейік. Мені тамақтандыр. Сен тамақтан. Мен жегізейін бе? Иә. Менің арманым жақсы көретін қызыммен бірге тамақ ішем. Түрлі тамақтар мен соджу бар. Бірақ мен тағы да жалғызбын. Тамақ жеп ал. Көңіл кейін көтеріледі. Ей, құдайым-ау, қане же. Мыналардың барлығы бар тұрған оңбаған. Рахмет. Сондай аянышты, құдайым-ау, аянышты. Ашсын-ай. Мынау не тағы? Құдайым-ау, бұның барлығына бәрібір ақша төлемейсің ғой. Жарайды, жемейм ал, жемейм. Бұл жерде екенін қайдан білдің? Жинхо, мынаның барлығын сен жедің ба? Ей, сен диета ұстап жүрген жоқ бедің? Жоға, мен келгенде бәрі осылай тұрған. Бірақ барда адам онша көп демес қой. Мен сенің келгеніңе өте қуаныштымын. Мен бір керемет мейрамхана тауып қойдым. Кеттік. Сен тағы жемексің бе? Жоқ, жай ғана тіс басар жейін дегем. Жай ғана тіс басар. Кеттік. Қымбаттым. Екеуміз жүрекші. Қарым-қатынас мен үшін маңызды нәрсе. Мен үшін де. Қане жүрекші. Қымбаттым. Тәттім. Жинхо, тамақ же, немесе теледидарды көр, немесе барда жуын. Тек біреуін істе, жарай ма? Иә. Нана құрыс. Құдайым-ау, мынау менің ашуыма тиіп тұр. Кіруге тыйым салынған. Кіруге болмай ма? Мүмкін түсінбессіздер. Бірақ бұл менің әкем. Қазірде бұрынғы 20 жастағыдай көрінеді. Бірақ ол вампир емес. Оның сыры неде? Адамдар бізді оның әкесі мен деп ойлайды. Екінші бөлім. Сэром, қолың бос па? Не? Менімен бірге кездесуге шыққың келе ме? Кездесу ме? Иә, маған киім таңдауға көмектесші. Бұл маңызды ма? Жақсы. Онда кездесерміз.
Сыром, көп күтіп қалдың ба? Опа! Келгеніңе рахмет. Кеттік. Опа, сен маған ұнап жүргеніңе 3 жыл болды. Ал бүгін міндетті түрде сенің қызың болуың керек. Ақмақ Джинхо. Неге сен бүгін сонша әдемісің? О, кеттік анда. Жақсы. Менің ойымша сол жақта менің өлшемім бар. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіз бе? Енді Воньоның алдында сезім білдіріп тұрғанда менің киімім әдемі болып тұру керек. Сезім? Сезім білдірмекшісің бе? Сенсің бе? Ол Инстаграмда өте атақты ғой. Сен білесің ғой, ол қыз маған бұрыннан ұнайды. Джинхо, саған қазір маңыздысы салмақ тастау, сезім білдіру емес. Салмағыңның кесірінен бәрі бетіңді қайтарады. Баяғыда әдемі едің ғой. Ей, сен өзі не білесің? Ол үшін келбет маңызды емес. Сен білесің бе оның қандай мейірімді екенін? Наны қара. Керемет, е? Меніңше мынау жақсырақ тұратын секілді. Солай ма? Мынау күшті ме? Егер өзіңе сонша сенімді болсаң, осыны киіп, неге маған сезім білдірмеске? Шынымен бе? Мен қазір келем. Кешіріңіз. Мынау сіздің жігітіңіз бе? Жоқ. Олай емес пе? Сен менің қызым болғың келе ме? Әрине. Сен маған ұнайсың. Сен маған бұрыннан ұнайтынсың. Қалай? Бәрі жасы көнен ме? Не? Әрине. Бұл жолы бәрі қолыңнан келеді. Онда мен мынаны сатып алайын. Мінекей киіміңіз. Тыңдаңызшы. Ол сіздің қызыңыз ба? Жоқ. Сіздің қызыңыз жоқ қой, е? Бәсе солай болу керек. Сонда сенің қазір маған айтқың кеп тұрғаны... Мә, саған осынша батылдық қайдан келген? Джинхо, жерге түс. Сен өзі айнаға қарайсың ба? Мен бұл жерге сен төлейтін болғандықтан да келіп тұрмын. Сенің қалай тамақ жегеніңді көргім кеп тұрған жоқ, шошқа. Ей, тұра тұр. Мына жүгірмек өзің тіліне көп еріп беріп жіберді. Естідің ба? Мынаны қара, өзінің орнын қайда екенін білмейді. Бірінші түріне қараса қайтеді. Мынау сұмдық болды. Мен бірінші рет өмірімде осыншалықты бейшара сезініп тұрмын. Мына масканы күніне 17 минуттан қолданыңыз, сонда керемет сұлулыққа қол жеткізесіз.
күніне 17 минуттан қолдану керек пе? Үшінші бөлім. Наусы несі? Үй неге тап-таза? Мынау есік неге ашық тұр? Ей, сен! Сен не? А? Ей, доғарш, қазір көзім соқыр болып қалады. Мен енді сенің бетіңе бір нәрсе тастай алмаймын ғой. Менің әкем сонда осы уақытқа дейін осындай қымбат затменен жасап жүрген бе? Сен енді сондай сұлусың. Мынау саған қалай? Ендеше, тұра тұр. Жарайды, бол, доғарш. Мынау жемпір саған қалай? Мынау көк түс саған әдемі тұрады. Ақ түс мені семіз қылып көрсетеді. Жоқ, семіз қылмайды. Ал қызғылт түс ше? Мынау енді менің балам. Шынымен де әдемі көрінеді. Мынаны қара, мәссаған. Тұра тұршы, мен суретке түсіріп алайын. Мынау шынымен де өте сымбатты жігіт. Саған ақылдан адастырады. Шын ба? Құдайым-ау, ақылдан адастырады, ол мында. Сен елар емеспін, сен сондай сұлусың. Джихо, мында қарашы, Джихо. Оның сұлулығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Оны қайдан тапсам болады, айтыңыздаршы. Жеткіншектер түсірген бейнебаянның астында пікірлері өте көп, және олар ауруынан айықтым деуде. Джихо өте керемет адам. Оны бір көрсеңіз де өкінбейсіз. Оны бір көргеннен қашып болып қаласыздар. Оның танымалдығының арқасында жақында оған фан-клуб ашылды. Өзінің сұлулығының арқасында дүние жүзіне танымал болып келе жатыр. Саған. Мен сонда мына жігіттің бетін қайтардың ба? Джихо, аяқ астынан хабарласқанымнан кешірім сұраймын. Уайымдама, жай халіңді білгім келген. Сәлем балам. Әке, мен келдім. Сенің фанаттарыңнан сыйлық. Менің бе? Мен есіңдемін бе? Өтініш, жолғақшы. Менің өмірім сенсіз оң болыпты. Біз енді кездесіп жүрміз ғой, Джихо, аяқ астынан хабарласқанымнан кешірім сұраймын. Уайымдама, жай халіңді білгім келген. Ертең қолың бос па? Бірге сауда үйіне барайық?
4-нче бөлім. Біз кездесе аламыз ба? Алдыңғы жерде, алдыңғы уақытта. Аяқ астынан не болып қалды? Вонин дүкенге бара жатыр. Мен оған әдемі заттар сатып алуға көмектесемін деп уәде бердім. Енді мен сән туралы ештеңе білмеймін ғой. Сол үшін сенің көмегіңді сұрап тұрмын. Жақсы. Әрине. 세롬아, Мынаған қараңдар, мына Джеко ғой. Джеко, өтініш маған автокөлік беріңізші. Джеко, өтініш, бір рет қана автокөлік беріңізші. Джеко, сен сондай әдемісің, Джеко. Иә, шынымен де өте әдемі ғой, иә. О, Джихо, бұл сіз ғой? Сіз сондай күштісіз. Мұнда сізге лайық киімдер бар. Кіріп көріңіз. Келдің бе? Сәлем, Вонин. Кеттік. Киім таңдаймыз дегенен ғой. Иә. Қалай екен? Әдемі екен. Алдын ал ше. Иә, бұл да жақсы екен. Меніңше мынау жақсырақ. Шынымен бе? Осы жақсы көріне ме? Егер өзіңе осынша сенімді екенсің, неге мынаны киіп, маған сезім білдірмеске? Сен менің 오빠 қызым 여자친구 боласың 할래? ба? Иә, маған ұнайсың. сен маған бұрыннан ұнайтынсың. 좋아했거든. Мен одан 언제나 әрқашан қоңыраулар 기다렸는데. күтетінмін. Енді 이젠 одан 그것도 үміттенбесем де 안녕해야겠지? болатын шығар. Қайда барасың? Сен де өзіңе бір нәрсе таңдасаңшы, мен төлеймін. Жоқ, бәрі жақсы. Мен жуынатын бөлмеге барып келейін. 얘, 에이, 꺼져. Сен 눈치 соқырсың ба? 없니? 우리 Сен 데이트 көрмей 중인 거 тұрсың 안 ба? 보여? Біз кездесудеміз, келтіріп сондықтан қоясың. кет. Жихо, мынаны киіп көр. Мама, саған керемет келді. Керемет, мінсіз. Жоқ, бұл өте мінсіз. Жоқ, мен сізге тегін бере салам. Автограф беріңізші. Сіз сондай кереметсіз, маған бір автограф беріңізші. Джихо, 그때 өткен 여기서 жолы 나한테 келгенде. 했던 말. маған не айтқаның есіңде ме? 기억해. Соны 나한테 한 тағы 번만 더 қайталашы. 그때 Тағы 했던 бір рет. Сен менің Ой, қызым зачем болғың бәрі? келе ме? 나 오빠 Сен маған 진짜 шынымен де 좋아했었어. ұнаған едің. Ал енді менің жауабым. 아니, Жоқ, 나 сенің 오빠 қызың 여자친구 болғым 안 할래. келмейді. 이제 енді 오빠 сен 필요 маған 없어졌어. ұнамайсың. 안녕. Сау бол, Джинко. Джинко! Саған не болды? Не, біз кездесіп жүрген жоқпыз ба? Саған осынша батылдық қайдан келді? Не? Мынадай әңгіме айтардан алдын айнаға қарасаң қайтеді?
5 bölüm. Жихо, автограф. Саған осынша батылдық қайдан келген? Жихо, жерге түс. Айнаға қарайсың ба өзі? Балам, сен неге кездесуде емессің? Мені тастап кетті. Сені? Неге? Мен оны тез жалықтырып жіберіппін. Мен жақсы көретін қыздың маған деген ешқандай қызығушылығы жоқ. Өкінішті, бірақ мұндай ой саған енді келді деп айтпашы. Сен кез келген уақытта бәрін басынан бастай аласың. Сыртқа шыға аласың ба? Сен маған қатты ашулы шығарсың. Жүріп жүрген қызыңның алдында сезімімді білдіргенім үшін. Біз танысқалы бері сені күтіп бақытты едім. Менің жүректерім дүрсілдеді. Әрбір уақытта менің сезімдерім шынайы еді. Мен бұл сезімдерден құтылғым келді, бірақ сен бұны түсінбедің. Бұның барлығына өзім кінәлімін. Seni suyum. Не. Ей, тұра тұр. Беріңіз шөтін. Жоқ, болмайды. Әкел телефонды. Тұра отырыңыз өтініш. Ей, сен болмағыр екенсің ғой, әкел телефонды. Бердім. Тапсырыс бердім. Ақшасын кейін берем. Жоқ, бұны алуға болмайды. 1 минут беріңізші.
Бізбен бірге көргендеріңізге рахмет. Соңы аударған сәби. Дыбыстағандар Эрик және Эмма. Біздің ВКонтакте тобымызға жазылып кетіңіздер. Жоба арнайы АБК студия үшін 2019 жылы дыбысталды. 쏟아지는 햇살도 어느덧 쓸쓸한 바람도 매서운 속삭임도